Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бауырдан тәбет ашатын, өте ерекше әрі дәмді болып шығатын бауыр тортын дайындайтын боламыз. Сынбайтын, жұқа болып шығатын, әрі қонақ келгенде ұялмай ұсынатын өте ерекше бауыр торты. Барлық қажет заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. Ең алдымен мен бауырды ет тартқыштан өткізіп қойып қойған болатынмын. Енді үстіне 2 дана жұмыртқамызды қосып жақсылап араластырамыз. Мен бауырды ет тартқыштан өткізіп, әрдайым мұздатқышқа қатырып сақтап қоямын. Қажет кезде алып, осылай бауыр тортын жасаймын. Егер сізде тұтастай бауыр болатын болса, бірден блендермен езіп алатын болсаңыз, сонда түйіршіксіз іртік болмай бауыр торты дайын болады. Мендегі бауыр ет тартқыштан өткізілгендіктен түйіршік болып қалмасын деп үстінен блендермен басып шығамын. Егер сізде блендер болмаса, ет тартқыштан өткізіп жасай беріңіз. Сәл түйіршік арасында болады ет тартқыштан өткізген болсаңыз. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Тұзды көп мөлшерде салып қажет емес. Сәл салсаңыз жеткілікті. Үстіне 1 стакан сүтімізді құйып, барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Мен тоңазытқыштан алып, бірден құйып жібердім. Енді үстіне електен өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізілген болуы керек. Сонда арасында түйіршік болмай, бірден тез араласатын болады. Мінекей көргендеріңіздей, осындай біркелкі масса болып шығады. Енді үстіне 3 ас қасық сұйық май құямыз. Астындағы описание бөліміне жазып қойғандай етіп құрамын қосатын болсаңыздар, сіздерде бір жасағаннан осы бауыр торты дайын болады. Міндетті түрде мен көрсеткен рецепт бойынша жасағандарыңыз дұрыс, сонда сіздерде бірден шығатын болады. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Енді алдын ала қыздырып қойған табамыздың үстіне кішкене ғана май құйып, мендегі таба құймақ пісіретін таба болғандықтан бір рет қана май жағып қойдым. Май жақпасам да болар еді, сіздерге бір көрсетіп шықтым. Осылай үстінен жағып шығатын боламыз. Бір ожау ғана құйып, келесі жан-жағының барлығына жетпей қалған болса, осылай жағып шығатын боламыз жан-жағына. Жұқа етіп құйғандарыңыз дұрыс, тым қатты қалың болып кетпеу қажет. Бетіне тесіктері шыққан кезде астыңғы бөлігі пісті дегенді білдіреді. Бірден келесі жағына аударып жібересіз. Осы астыңғы бөлігі беткі бөлігіне қараған кезде тез піседі, сондықтан күйдіріп алмай, мұқият қарағандарыңыз дұрыс. Бауырды пісіріп болғаннан кейін салмасын дайындаймыз, немесе салмасын алдын ала дайындап қойсаңыз да болады. Енді осылай пиязымызды көбектап турап, бізді үкіштен өткізіп, қуырып алатын табамызға сұйық майымызды құйып, оның үстіне дайындап алған салмаларын салып, қуырып алатын боламыз. Ең алдымен жоғарғы отта қуырып алып, 1-2 қуырып алғаннан кейін барып астындағы отты төменге қойған дұрыс, сонда өзінің бабымен пісе беретін болады. Асты жабыспай, жақсы пісіп шығатын болады. Сондықтан баяу отта пісірген дұрыс болады. Салмасы дайын болғанға дейін сарымсақты үкіштен өткізіп, майонезбен араластырып дайындап қоямыз. Сарымсақты аз немесе көп қосуыңыз, ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Егер де тым ащы болғанын қаласаңыз, сарымсақты көптеу етіп қоса берсеңіз болады. Сарымсақты ұнатпаған болсаңыз, онда кішкене ғана қосқан дұрыс. Мінекей біздің салмамыз бір қалыпты, асты жабыспай, күймей, біркелкі болып пісіп шықты. Мінекей біздің бауырдан жасалған дөңгелекшелеріміз бірден дайын болды. Байқасаңыздар, жабыспай, сынбай, өте жұмсақ болып шықты. Енді тортымызды жинақтайтын боламыз. Майонез бен сарымсақ қосылған салмамызды бірінші жағып шығып, оның үстіне пияз бен сәбіз қосылған салмамызды салып шығатын боламыз. Барынша пияз бен сәбіз қосылған салманы көптеу етіп жасасаңыздар, сонда ортасына қосылған салмамыз көптеу болып, жеткілікті болып шығады. Барлығын кезек пен майонез бен сарымсақ қосылған салманы жағып, оның үстіне пияз бен сәбіз қосылған салманы салып, кезекпен орналастырып шығамыз. Барлығы дайын болғаннан кейін үстіне әдемілік үшін піскен жұмыртқаны үкіштен өткізіп, сеуіп шықсаңыздар болады. Піскен жұмыртқа болмаса, үстіне пияз бен сәбіз қосылған салма артылған болса, соны да жағып қойсаңыздар болады. Неке бетін әдемілеп қойдық. Енді үстіне тағы да әдемілік үшін укроп, яғни аскөкті сеуіп шығамыз.
сонда бізде әдемі түрде осындай бауыр торты дайын болады. Мінекей осымен біздің бауыр тортымыз дайын болды. Бауыр тортын шамамен 1-2 сағат тоңазытқышта ұстап, содан соң барып кесетін болсаңыздар, сонда өте дәмді әрі бір-біріне сіңген бауыр торты шығады. Мен көрсеткен порция бойынша сіздерде 2 дана бауыр торты шығады. Егер де қонақ күтетін болсаңыз, осы порциямен 2 дана бауыр тортын жасасаңыздар болады. Егер рецепт ұнаса, менің каналымды жоғалтып алмас үшін каналымдағы подписация бөлімін басып, маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Назар салып тыңдағаныңызға рахмет. Ас болсын.